Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай аудандық орталық модельді кітапхана ұйымдастырумен ақынның қара сөздері және өмірі мен шығармашылығына арналған "Мен жазбаймын" өлеңді еңбек үшін байқауын бастаймыз. Байқау 3 жанрда өтеді. Бүгін ақынның әндері мен күйлеріне арналған "Шаттансын Абай" әні байқауын бастағалы отырмыз. Байқауымызды бастамас бұрын ұлы ақын Абай Құнанбайұлының музыка әлеміне жол тартайық. Назарларыңызға ғасырлар үні Абай бейнесін ұсынамыз. Абай тек қана ақын емес, сонымен бірге музыкант. Қазақтың халық музыкасын терең білген, жете бағалаған адам болды. Ол бірқатар мелодиялар шығарды. Ақынның мелодиялары негізінен қазақ поэзиясына жаңалық енгізген өлеңдеріне арналған еді. Мұхтар Әуезов. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы Абай музыка саласында да айтарлықтай мұра қалдырды. Ол өзінің асыл сөздерін кең ұрпаққа жазып қалдырғанмен, музыкаға байланысты ондай мүмкіндігі болмаған еді. Ол кезде қазақта жазбаша музыкалық мәдениет қалыптаспаған. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа халықтық ән күйлері сияқты ауыздан ауызға таралып бүгінге жетті. Абай әндерінің ұмытылып қалмай, біздің заманымызға жетуінің тағы бір сыры әуендік, ырғақтық жағынан жаңашылдығында, жүрек тебірентерлік тартымдылығында, жанға жағымдылығында. Өзгеше болғандықтан бұл әндерге халықтың алғашқыда тосырқай қарауы да заңды. Алайда халықтық негізден нәр алған, ұлттық музыкамен тамырласып жатқан, бұрын соңды халықтық музыка салтында болмаған, өткір тілмен кестеленген бұл туындылар тез тарап, қалың бұқараның игілігіне айналды. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүйдеп, ақын Абай айтқандай, өзі қалдырып кеткен құнды мұраларында әнді қаншалықты сүйгені туралы жазып кеткен. Абай композитор ретінде қазақ музыка мәдениетінде үлкен үлес қосқан. Ол өз әндерінде махаббат және табиғат суреттерін, жыл мезгілдерін жырлаған. Бүгін "Шаттансын Абай" әні байқауға келген қатысушылармен таныс болайық. Бізге бүгін сонау Кернейден келген 60 жастағы Сарбантаева Алтыншаш. Рахмет кейнемізге. Және Ботақара ауылынан келген Серікбол Жырғау. Майрол Роза 19 жаста. Және де Альменова Жанагүл. Ботақара кентінің тұрғыны. Айтмұхамбетова Мөлдір 22 жаста. Жанат қызы Жансая. Және де Амантай Азамат. Көптен көп рахмет. Бірінші байқауымыздың ережесімен таныстырып өтейік. Байқауға Абай Құнанбайұлының 10-нан аса әндері мен бізге жеткен 4 күйінің тек қана музыкасы ойнатылады. Экранда көріп отырғандарыңыздай әртүрлі сандары бар ұяшықтар орналасқан. Яғни сол ұяшықтардың ішінде ән немесе күй жасырылған. Ұяшық нөмірі жоғары болған сайын әннің музыкасы да күрделене түседі. Егер қатысушы таппаған жағдайда басқа қатысушы қолындағы белгіні көтеріп рұқсат берген жағдайда ғана өз жауабын айтуға рұқсат етіледі. Ұяшық нөмірлеріне байланысты сіздерге жетон табыстап отырамын. Сол арқылы ұпай есептеліп жеңімпазды анықтаймыз. Ал бірінші нөмірден бастайық. Айтмұхамбетова Жансая Жанатқызы. Қай ұяшықты таңдайсыз? Бірінші. Орныңыздан тұрып, бірінші 20? 20-ны таңдайын дейді. Таппаған жағдайда басқа мен өзім айтам,
таппадыңыз, басқа қатысушыларға рұқсат. Екінші нөмірдегі Альменова Жанагүл. Қай сынып, қай яшықта дейсіз? Бірінші жолдағы 20. Қырықтың нешіншісі? Үшінші яшық. Қырықтың үшіншісі, иә? Ортасы, орда үшінші. Бізде 5-ші нөмірде Азам. 41-шісі. Алтыншы. Қайсысы дейсіз? Қай еш? Жоқ, айта беріңіз. 30-дің екіншісі. Өзгеге көңіл қоясың, өлеңді қайтып қоясың. 40-тың екіншісі? 40-тың екіншісі. Жоқ, мұна 40-тың екіншісі. Қараңғы түнде қалып қалып. Алтыншы шапамыз қатты да. Нешеғын? 40-тан екеу ғой. Енді яшық нөмірін кім таңдағысы келеді? 40-тың нешіншісі? Біріншісі. Яғни 4-шісі, иә? 4-шісі 40-тың. Қандай
жауап береді. Егер таппаған жағдайда басқа қатысушыларға рұқсат етіледі. Тағы кім таңдаймын дейді, ашық нөмір. Таңдаңыз. Бізде қалды 40 пен 50 қалды. 40-тың ақырғысы, яғни Ölçüre ver. Kıyımı? Herkes ayıtsın ayıtamazsın. Siz böyle biliyorsunuz. Ben kıyımı. Kıyı boy kıyı. Kıy. Kıyımı. Абайдың желтірмесі? Yani. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай шаттансын Абай әні деген сайысымыз өтті. Көптен көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп осындай сайысқа келіп отырғандарыңызға. Бұл жерде енді өте қызықты деп ойлаймын. Өйткені бізде 3-ші орынға 2 адам Жанат қызы Жансая. Жансая Жанатқызы. Көптен көп рахмет. Абайдың әндерін. Сіздерге қазір бүгінде енді сертификат беріледі. Сосын енді денежный сосын беріледі. Қатысқанына көптен көп рахмет. Екінші, үшінші орын Айменова Жанагүл. Екінші орын Айтмұхамбетова Мөлдір. Оның сертификатпен марапатталады. Екінші орын Амантайұлы Азамат. 90 балл. 90 балл алдыңыз. Енді ренжімеңіз, сіздің атыңызды көп айтпай бармын ма? Алыстан келген алтын шашты сізге көп не бердік, яғни. Бірінші орынға Роза, Майрол Роза. Ботағара ауылына тұрған. Бас жүлде алтын шаш апамыз.